Флойд Мани Мейвезер туралы 10 дерек. Кіші Флойд Мейвезер 1977 жылы 24 ақпанда Гранд Рапидс, Мичиган, ақш-та туған. Жартылай орта салмақта өнер көрсеткен америкалық жеңіліс көрмеген кәсіпқой боксшы. Мейвезер Гранд Рапидс қаласында, Мичиган, ақш боксшының ұлы болып дүниеге келген. Оның әкесі бұрынғы жартылай орта салмақтағы кіші Флойд Мейвезер атақты Шугар Рэй Леонардпен бәсекеге түскен. Оның ағалары Джефф Мейвезер және Роджер Мейвезер кәсіпқой боксшылар болды. Роджер Мейвезер Флойдтың қазіргі жаттықтырушысы, 2 рет әлем чемпионы атанды. Мейвезер 90 әуесқой жекпе-жек өткізген. Оның рекорды 84-6 болды. Ол 1993 жылы 106 фунтта, 1994 жылы 114 фунтта және 1996 жылдары 125 фунтта ұлттық чемпионаттың алтын қолғап кубогын жеңіп алған. Қорғаныс тактикасы үшін оны әуесқойлар командасы Pretty Boy немесе сұлу бала деп атады. Ол жекпе-жектерде әрең дегенде зардап шекпеді. Жалпы ол бүкіл спорттық мансабында әлем чемпионы атағы үшін 24 боксшыны жеңген. Ринг журналы бойынша салмақ дәрежесіне қарамастан үздік боксшы 2005, 2007, 2013, 2015. The Ring журналының нұсқасы бойынша жыл боксшысы 1998-2007 жылдары және жылдың оралуы 2009 атақтарының иегері. BWAA жылдың үздік боксшысы 2007, 2013, 2015 жылдары. BoxRec нұсқасы бойынша салмақ дәрежесіне қарамастан барлық уақыт пен халықтардың үздік боксшысы. 2018 жылдың қазан айына дейін ол тарихтағы ең көп жалақы алатын спортшы болды. Трансляциядан түскен табыс $100 миллион асатын орта салмақтағы бірінші боксшысы. Кіші Мейвезердің мансабының соңғы кезеңіндегі қаржылық негізі, үлкен кассалық табысы және стадиондарды жинау қабілеті оған ақша деген лақап берді. 2021 жылдың маусымында ол 26 жастағы блогер Логан Полмен көрмелік жекпе-жек өткізді. Қарсыластар барлық 8 раундта 3 минут бойы бокстасты. Статистика мен сарапшылардың мәліметінше Мейвезер жекпе-жекте ұпай саны бойынша жеңіске жетті. Бірақ жекпе-жек барлық қашықтықта созылғандықтан жекпе-жектің шартына сәйкес жеңімпаз анықталмады. Мейвезердің гонорары $10 миллион және жекпе-жекті көру үшін төленген сатылымның жартысын құрайды. Пол $250 мың ақш долларын және бір көру үшін төленетін сатылымның 10% алды. 2012 жылы 1 маусымда ол бұрынғы құрбысы Джози Харристі балаларының көзінше ұрып соққаны үшін 90 күндік түрмеде жазасын өтеп жатқан. 3 тамызда мерзімінен бұрын босатылды. (1996 жылы Атлантадағы Олимпиадада ойындарында 1/16 финалда Бахтияр Төлгеновті жеңген. Бойы 1,73 метр, немесе 173 сантиметр. Мейвезердің кәсіпқой боксшы мансабындағы рекорды 50-0, 50 жеңіс, 0 жеңіліс.